Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен банан мен жаңғақ қосылған кекс пісіру рецептімен бөлісемін. Бір бананды қабығынан тазартып, кішкене бөліктерге бөліп турап аламыз. Миксердің көмегімен бананды еземіз. Үстіне 180 грамм қант қосып, жақсылап араластырамыз. Үстіне сүт құйып араластырамыз. Үш жұмыртқа қосамыз. Ертілген сары май құямыз. Бір шай қасық қопсытқыш салып, үстіне 350-400 грамм ұн салып, араластырамыз. Бір жарым ас қасық какао саламыз. Екі 200 грамм шоколад қосамыз. Егер видеодағыдай шоколад болмаса, 100 мл сүтке плиточный шоколадты қосып, ертіп қосуға болады. Массамызды кекске арналған қалыптарға салып шығамыз.
кексті 180 градус қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіреміз. Кексіміз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызға болады.